О, Бауыржан ағамыз кірді. Тағы да қайырлы кеш. Кеш жарық, ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам. Аға, қалайсыз, амансыз ба? Жақсы, бәрі дұрыс. Кішкене бір жаңа сырттан келдім де үлгере алмай қалдым. Біраз уақыт кешіп қалған сияқтымын. Айып етпеңіздер, кешірім сұраймын. Жоқ, әрине аға. Ештеңе етпеді, оқасы жоқ аға. Ал өзіңіз Мхм. қалай аға, амансыз ба? Көңіл күйіңіз Жақсы, бәрі дұрыс. тамаша. Ойдағыдай. Аха. Мхм. Жақсылап, жайлап сұхбатты бастай берсек. Жалпы бүгінгі шараны себепші болып отқан осы еліміздегі жемқорлыққа қарсы ішкі істер агенттігінің жалпы қолдауымен осы Чехов кітапханасымен байланыс арқылы осы парасатты жол жобасы аясында өтіп жатыр осы сұхбаттарымызға. Ал сұрақтарымызды бастасақ, жалпы өзіңізді көпшілігіміз танимыз, жастардың арасында кеңінен, әсіресе Алматыда белгілісіз. Онда ақын ретінде өзіңізге сұрақтарымды қоя берсем, аға, осы ақын демекші, осы балалық шақтан басталады ғой. Осы балалық шақ дегенде көз алдыңызға бірден келетін сурет қандай сурет ол? Сіздің эфиріңіз толық айтылмай қалды. Естіген жоқпын, бірақ балалық шақ деген сөзді естідім. Негізінде әуелі әңгімемді бастамас бұрын Чехов атындағы қалалық кітапхана жүйесіне көптен көп рахмет айтқым келеді. Соның басшылығына және осыны ұйымдастырып отырған өздеріңізге көптен көп рахметімді айтқым келеді. Жалпы балалық шақ ол адамның негізгі өміріндегі фундамент. Негізі фундамент қалыптасады. Оны психологтардың, я болмаса философтардың, бізге дейінгі жазушылардың бәрінің айтып кеткен бойынша бәрі балалық шақтан қаланады деп есептейді. Мен де оған келісемін. Менің балалық шағым сонау қазақтың байырғы мекені, байырғы былай айтқан кезде ата жұрты, Тоныкөктің жатқан жері, Күлтегіннің жатқан жерінде, сол жерде тудым. Қазақстан Республикасы тәуелсіздігін алып, осыдан 30 жыл бұрын тәуелсіздігін алған кезде сырттағы ағайындарды осы қазақ еліне шақырды президентіміз. Сол кездегі қазіргі тұңғыш президент елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Сондағы сол көшпен бірге бізде де келдік. Ол кезде мен жасым 8-ден 9-ға, 10-ға жеткен кез, балалық кезім. Бірақ адам баласы негізі 5 жасқа дейін, 8 жасқа дейінгі өмірі осы туған жермен тікелей байланысты деп айтып жатады. Оған келсем, сол өлкеде тудым. Бірақ 8-9 жас деген былай қарасаңыз, ол үлкен жас емес. Негізгі бозбала шағым, жастық шағым қасиетті Көкшетау өңірінде, Көкшетаудың жаңағы Зеренді ауданында өтті. Зеренді ауданының жаңағы биік асыл, қазір енді орысша аты бар, Молодежный деген жерде, сол жерде өтті. Сол жерден мектепті бітірдім. Кейін сол Көкшетау атындағы Қазақ педагогикалық колледжінде бастауыш сынып мұғалім бойынша мамандық оқыдым 4 жыл бойы. Одан кейін Солтүстік Қазақстан облысындағы Манаш Қозыбаев атындағы университетте, Көкшетау университетінде білім алдым. Содан кейін тағы да бір үлкен университетке түстім. Ол университетті енді бітіре алмайтын сияқтымын. Ол үлкен университет енді, ол енді былай айтқан кезде, ол өмір деген университет. Сол өмір деген өмірдің арпалысымен, қуанышымен, қайғысымен жинақталатын сол оқу орнына түскен кезде мен өлең жаза бастадым. Бірақ ол оқу орны басқа оқу орны сияқты жұмсақ емес, ол өте қатал оқу орны. Сені ол оқу орнынан шығарып тастамайды, бірақ сені қатты жазалайды. Қадамыңды шалыс бассаң деген сияқты. Жақсы. Енді балалық шақ деп айтып
осы есті адам негізі балалық шағын еске алмай тұрмайды деп жатамыз ғой. Осы неге балалық шағымызды жиі еске аламыз аға? Осы қалай ойлайсыз? Ол уайымсыз, қайғысыз жүргендіктен ба, жоқ сондағы тазалығын ба? Қалай ойлайсыз өзіңіз? Қызық қой енді. Мына сізге айтайын ба, біздің қазіргі уақытымыз бен балалық шақтың уақыты екеуі екі түрлі. Қазіргі уақыт басқа, балалық шақтағы уақыт басқа. Қарасаңыз, балалық кезде уақыт өте жылдам өтеді. Ал қазір уақыт, жоқ, керісінше балалық кезде уақыт өте баяу өтеді де, қазір өте жылдам. Екеуі екі бөлек әлем негізінде. Уақыт кеңістігінде екеуі мүлде екі бөлім. Сондықтан біз балалық шағымыздың уақытымыз баяу өткен кезде неге баяу өтеді? Ол кезде біздің жанымыз таза, жүрегіміз таза, арманымыз аппақ, көңіліміз көк аспан секілді, көкпен көк, ешбір бұлтсыз өмір ғой. Сондықтан біз сол бір таза шағымызды армандаймыз. Және біз сол бір тазалыққа ұмтыламыз. Егер де біз балалық шағымызды неғұрлым көбірек есімізге алсақ, соғұрлым тереңдікке ұмтыламыз ба деп ойлаймын енді. Сондықтан балалық шақты әрқашан еске ала береміз. Жақсы, рахмет аға. Жаңа өзіңіз өлеңге келу жолыңызды бастадыңыз да, енді соны ары қарай айтып кетсеңіз аға, өлеңге келу жолыңыз қалай болды? Жалпы өзіңіз бір әдебиетті сүйгендіктен келдіңіз ба, жоқ бір нәрсе жыбырлатып қоймай бара жатқаннан келдіңіз ба? Осы өлеңге келу жолыңызды айтып берсеңіз аға. Негізі мен өлең жазам деген үш ұйықтасам, былай айтқанда түсімде болмаған нәрсе. Балалық шағымда, жаңа сен балалық шақ туралы айтып жатсың ғой, балалық шағымда ешқашан бір өлең жазам, ақын болам деген дүние армандаған емес. Мен өзі арманым полиция болу еді. Енді балалардың бәрінің арманы полиция ғой енді. Мен ойлаймын, бір сол кездегі бір балалық шақтағы арман шығар деп. Бірақ шын мәнінде бір ақын болам, я болмаса жазушы, я болмаса журналист болам деп ойлаған жоқпын. Бірақ 23-24 жасымда сол өлең жазуға бір құлшынысым оянды. Сол кезде жаздым. 2-3 жылдың ішінде елге танылдым, бір жақсы өлеңдер жаздым. Бірақ бір қызығы, балалық шақта бір ақын болам деп ойлаған жоқпын. Сол қызық та маған. Расымен аға. Аға, енді осы оңтүстікте Абай Қалшабек әдебиетші, мұғалім кісі бар. Көп талдау. Сол кісінің мынандай сөзі бар аға, постмодернизм, ақ өлең дегеннің барлығы ол Еуропаға еліктеу, яғни формализм, жалпы еліктеу солықтаудан туған нәрсе деп. Осыған сіз қалай қарайсыз аға? Осы өзіңіз ақ өлең жазасыз ғой, мысалға. Енді сізге айтайын, бірінші ақ өлең туралы айтпас бұрын біз қара өлең туралы айтуға тура келеді. Қазақтың қасиетті қара өлеңінде барлық ұлттық кодтарымыз жатыр. Қара өлең деген бүкіл өзіміздің болмысымызды ашады. Жанымызға жақын, кез келген түйеге мінген төрт қазақтың екеуі өлең айтады дейді ғой, өлеңші дейді. Бірақ бұл жерде өлеңші деген бір бөлек, ақын деген бір бөлек. Мысалы, Мағжанның заманында, Абай детек, Абайдың заманында өлең жазатын адамдар көп болды. Өлең, қара өлеңді ұйқастыратын деген сияқты. Бірақ Абай қалды. Сол секілді Мағжанның заманында да, Қасымның заманында да, Мұқағалидың заманында да, Қадырдың, Фаризаның заманында да көп болды ондай адамдар. Бірақ ақын қалады. Неге қалады? Өйткені ақынның өлеңінде бәрібір де бір қуатты бір жұлдыздың дауысы болады. Біз қара өлеңді мойындаймыз, бірақ қай уақытта да, қай заманда да өлеңнің жаңағы ұйқасына, оның қара өлеңдігіне, оның ақ өлеңдігіне қарамайды. Ең бірінші өлеңде жан болу керек, гармония болу керек, ритм болу керек. Мен енді кейбір өлеңдерімді өте еркін жазамын. Ешқандай бір өлең ұйқастар ешбір ұқсамайды, ұйқаспайды. Бірақ ол өлең.
ол жерде таза жаңағы өзіңнің ойыңды, өзің сезінген дүниеңді жазасың. Соған қарап отырып біз ақ өлеңді жоққа шығармаймыз, я болмаса қара өлеңді жоққа шығармаймыз. Бірақ сізге айтайын, өлең деген ол жанның дауысы. Жанның дауысы кейде ұйқасқа бағынса, кейде ұйқасқа бағынбайды. Әңгіме осы жерде. Түсінікті, рахмет аға. Енді осындай кері пікірлерді естіп жатамыз ғой, осы аға. Қалай ойлайсыз, осы үлкен аға буын мен жастардың ортасында алтын көпір бар ма осы? Егер болса, ол қаншалықты берік? Алтын көпірдің қалай салынуында? Мысалы, аға буын десеңіз, менің аға буындарым қазір көзі тірі классиктер. Бір ғана адамды айтайыншы, мысалы, Тынышбек Әбдікәкімұлы. Біздің аға буын. Тынышбектің Ақшам хаттары деген өлең кітабы бар. Сіздерде бар ма кітапханаларыңызда? Иә, бар. Ол енді бір өте классикалық кітап. Керемет, ғажап кітап. Одан Рауан деген кітабы бар. Одан кейін жаңағы 5 маусым жұпары ма, сондай бір кітабы бар. Бірақ сол Тыныштықбек қара өлеңді де жазды, ақ өлеңді де жазды. Сіздер айтасыздар ғой енді ақ өлеңді. Бірақ мен ақ өлең деген нәрсе келіспеймін. Өлең ол өлең. Қара бола ма, ақ бола ма білмеймін, бірақ қара өлең деген қазақтың бір жаңағы базарда бағы қымбат бас кілемнің жаңағы еңбегі ақталмайды қас күнемді деп келеді ғой, мысалы, иә. Ұйқасақ та былай. Бірақ қазақта да мысалы кез келген дәстүрлі әндерін қалып қарасаңыз, дәстүрлі әндер қара өлең емес. Қара өлеңдік форма емес. Әсеттің болсын, Біржанның кейбір әндерін болсын, Ақан серінің әндерін болсын, олар тіпті басқа құрылымда жазылады. Сондықтан бұл жерде әңгіме жаңағы 2 шумағы бір-біріне ұқсап, одан кейін 3 шумағы ұйқасуында емес. Әңгіме өлеңнің жанында, өлеңнің беретін энергиясында. Сіз білесіз, әр сөздің өзінің энергиясы бар, қуаты бар. Сол қуатты бір жүйеге келтіргенде өзің келтірмейсің, ол келеді ғой, енді соны жазасың, оны оқисың, ол қабылданады деген сияқты. Енді кейбір адамдар бар, мысалы, тырнақтың астынан кір іздейді, кірдің астынан қайтадан тырнақ іздейтін адамдар бар. Ол әңгіме оған қатысты емес. Ақ өлең болсын, қара өлең болсын, ол өлең. Ол мүмкін қара сөзбен жазылуы мүмкін әрбірден кейін. Сонда көзқарас менде. Тамаша, иә. Мен үшін ақ қара деп бөлінбейді ғой, иә. Иә. Енді арасында осы тек қана сұхбат болмай, өзіңіз өлеңдер отырсаңыз аға, өзіңіздің. Не дейсің? Өзіңіздің өлеңдеріңізді оқи отырсаңыз аға. Өзіңіздің өлеңдеріңіздің арасында. Ақын ағамызға сұрақтарыңыз болса қоя отырыңыздар. Сіз сұрап отырсыз ғой, иә? Иә, мен сұрап отырмын. Мына жерде өлең сұрақ қойып отқан адамдар жоқ сияқты, иә? Так, өлең. Қандай өлең оқып беремін? Сіз енді қара өлең, ақ өлең деп жүрсіз, қайсыны оқып беремін? Өзіңіз жаныңыз қалаған өлең аға. Өзіңізге ұнайтын өлең. Ертеректе жазған бір өлеңді оқып берейін. Бір 23 жасында жазған. Білмеймін, жан үшін бе, жын үшін бе, сатқындық, сұлулық бар жүрісінде. Тағы да ойларымды бауыздады, тағы да қанжылатты, түн ішінде арымды албастыдай азаптады, жанымды жәдігөйдей мазақтады. Мен мүмкін қасиетпін жұмақтағы, кім білсін қасіретпін тозақтағы. Кінәнің ең ауыры сөзімізден, кінәнің ең сорлысы өзімізден. Мархабат, сабыр сақтап кешіріңіз, мен оны көрдім кеше көзіңізден. Иманым өмірім. Жанымдағы арман. Біреу звондап қалды да, мынау шатасып кеттім. Арман әнім ғайыпта ғапыл болса, бармамалым осылай, ойларымнан ойым шошып, өзімнен
өзім қашып сандалам. Ой, тамаша. Шынымен негізі жалпы жастар біздер өлеңдеріңізді сүйіп оқимыз. Өзіндік қолтаңбаңыз бар. Осы Ақберен, Ерлан Жүніс, сіздер барлығыңыз бір топ болып қазақ әдебиетіне жарқ ете қалдыңыздар ғой. Көп рахмет аға. Аға, енді қайта сұрағымызға көшсек, өзіңіз жалпы тәуекелсіз адамсыз ба? Тәуекелге жиі барасыз ба осы? Қандай тақырыпта, қай жақта, қай кезінде? Жалпы өмірде мен өте тәуекелшіл адаммын. Тәуекелді жақсы көремін, тәуекелге жиі барамын. Бірақ бір қызығын айтайын саған. Тәуекелге барған сайын мен осы тәуекел деп барған жерімде мен ешқашан бір опық жеп қалған жоқ. Әйтеуір тәуекел деймін, бірақ сәті болады. Енді оны білмеймін, енді ол бір енді Құдайдың берген бір сәттілігі шығар деп ойлаймын маған. Әрқашан тәуекелге барсам, ол тәуекелім менің тәуекел ойымды ақтап жатады. Сондай бір қызық нәрсе бар. Опық жеген жоқпын ешқашан. Тамаша. Рахмет аға. Ал енді осы өмірде жасаған бір ең үлкен қателік деп қайсы қателіктеріңізді айтатын едіңіз аға? Қателік көп қой, айналайын. Бір өтірік өлеңдер жазған сәттерім болды, біреулерге арнап. Ол үлкен қателік деп есептеймін. Жақындарымды ренжіткен сәттер болды, ол да қателік. Бірақ қателік болмай жетістік жоқ. Біздің қателік біздің екінші жақсылығымыздың бір екінші энергетикалық деңгейде энергия беретін күш сияқты. Мысалы, қараның қара екендігін ақ болмаса білмейміз ғой. Ақтың ақ екенін қара болмаса білмейміз. Сол сияқты қателіктің де қателік болмаса өзінің жақсылығыңды білмейсің. Сондықтан менің қателігім көп, менің қаншалықты жақсылығым болса, соншалықты қателігім бар. Олар үшін өкінемін. Шын айтамын. Шынымен өкінемін. Тамаша жауап болды аға. Рахмет. Мына жерде бір сұрақ болды жаңа 2008-2009 жылдары қазақ әдебиетінде жүрген кезіңізде сол сәтте болған бір қызық оқиғаларыңызды бөлісе отырсаңыз деп айтыпты аға. 2008-2009 жылдар депті. Газетті айтып отыр ғой. 2008 жылдары менің тұңғыш кітабым шықты. Бір естелікті айтқым келіп тұр бұл жерде. Мен ол кезде Астана қаласында тұрамын. Тұңғыш кітабым шықты, өң мен түс деген. Тұңғыш кітабым шығып, оны жаңағы жалын баспасынан алып, Астана мен неге жүретін жаңағы Алматы мен Астана арасында бір автобусқа салдық. Сосын автобустан күтіп алдым. Сол енді ана бір 100 шақты кітап қой енді. Өзім көтеріп жүрмін, жанымда елім бар. Үйге әкелдік. Үйіміздің квадратурасы 16 метр квадрат. Соның жартысын алып қалды кітаптар. Содан кейін енді шаршадық, әбден шаршадым, мына кітабы бұрсын дедім да. Енді үйге сыймайды, ол кішкентай ғана үй. Сөйтіп тұрған кезде маған Фариза апа звондады. Фариза апа өзі хабарласып, Бауыржан, мен бір жақсы түс көрдім. Сен үйге келіп кет, келінді алып кел деді. Фариза апаны араластырым жақсы болатын. Ол кісі бірінші рет шақырып тұр мені. Үйіне бірінші рет шақырып тұр. Ол енді қалай енді Фариза апа болғаннан кейін. Содан кейін үйде қалған тиын тебенді құрастырып, барып бір букет гүл алдық. Оның өзін әйтеуір әрең алдық әйтеуір енді. Сол букет гүлді алып бардық, үйіне барып едік. Фариза апаға бір 3 кітап алып бардым, алғаш кітабына. Үйдің жаңағы аяқ киім шешетін полканың үстіне қойдым да, үйге кірдім. Кіріп едім, Фариза апа, ой, айналайын, сол келді. Бетінен сүйіп, сонымен залға ұрып отырдық. Отырған кезде Фариза апа айтты: Бауыржан, мен сені шақырған себебім, мен бір түс көрдім. Түсімде сен аппақ бір костюм киіп,
ішінде қара көйлек бар екен, бірақ ақ галстугың бар екен. Сондай үйлесіп тұр. Сондай бір әдемі болып тұрсың, дәл қазіргі сияқты дейді да. Мен сол кезде бір нұрланып тұрған болу керекпін. Соны отырып, ол бір жақсылықтың нышаны айналайын. Мен ет салдырып қойдым, қазір өзім бүйрек пісіріп беремін деді. Жарайды деп отырмыз. Сосын кітабым бір деп айтуға ыңғайсыз. Қорқасың ғой енді, Фариза ападан қорқасың ба бірдеңе енді. Ол қызық адам ғой. Соны асүйге барып бізге бүйрек пісіріп берді Фариза. Алжапқышын тағып алдына жаңағы бүйрегін пісіріп берді. Бүйрек пысық бүйрек екенді, сосын сармай екенді. Мына сармайды маған арнайы жіберген. Бұл Маңғыстаудың сармайы, бұл ана жаз тақырда өскен майдың сондай құнарлы болатындығы туралы. Соны бүйрекпен сармайды жеп отырмыз. Сосын енді кітабымды қалай таныстырамын деп отырмын да. Сол Фариза апайдан, Фариза апай, мен сіздің түсіңізді жорсам бола ма? Түсті сен жормайсың, мен көрген түсті. Сен барсың оның ішінде, басқа біреу жорады. Бірақ мен жорайыншы деді. Қарайтын ба Фариза апай? Ал жоршы кәне деп түсті. Қазір апай дедім, сыртымда бар ана кітапты алып келдім. Өң мен түс деген сырты мынада үлкен кітап. Өң мен түс деген суретін, сыртындағы суретін өзім салғам. Жаңағы енді керемет шыққан анау қап-қара кітап. Көрген шығарсың, сендер кітапханаларында болу керек. Оны жаңағы Фариза апаға апарып көрсетіп едім. Міне менің кітабым түсім жорылыпты ғой дейді. Кеше алып келдік біз кітапханадан. Түсім сол. Сосын Алмас деген баласы бар. Қазір Алмас деген ағамыз осында. Ол кезде бір қазмұнай компаниясының бір несін істейді. Алмас менің пенсиямнан маған бір 20 мың теңге берші. Ауыр жаңа көрімдік беремін деді. Сол Фариза апаның қолынан сол пенсиясы енді ары кетсе 60 мың 70 мың шығар. 20 мың теңге маған көрімдік берді. Ал біздің квартирамыз ол кезде 18 мың теңге төлейміз. Сол 20 мың теңгені алып алдық та, енді 2007-2008 ғой. Қуанып шықтық. Квартира төлейтін ақша жоқ еді как раз. Сонымен жаңағы квартираны төлеп Фариза апа. Сол 2008 дегенде маған есіме сол түсті. Білмеймін неге екен, әдебиетке қатысты. Сол секілді Фариза апаның бір қатты қамқорлығын көрдім. Сол кітапты көргеннен кейін екінші кітабым шығарғалы жатқан кезде шығарайын деп жатырмын деп айтып едім. Мен алғы сөз жазып беремін деп. Екінші кітабыма алғы сөз жазып берді. Екінші кітабым Фариза апаның алғы сөзімен шықты. Ол Жұмбақ тасқа жұмбақ күз деген кітап. Кітапта сіздердің кітапханаларыңызда болу керек деп ойлаймын. Ғажап бір естелік болды аға мынау. Кездейсоқтықтың өзі кездейсоқ емес деген секілді. Қызық енді. Сонда енді мен ойлаймын, қалай мен Фариза апаның түсіне кіремін, менің кітабым шыққанда. Демек ол кісі мені ойлап жүретін болып тұр ғой. Көңілі ризашылығы бар болып тұр ғой. Ол кісінің мен тек қана ол емес, көп жақсылығын көрдім. Негізі қазақтың талантты азаматтарының бәріне көмектеседі ғой. Талай несін көрдік қой, шарапатын. Ал мен артымдағы бауырларыма сондай бір өзімнің қамқорлығымды көрсете аламын ба? Сол туралы ойланамын мен. Соның бір бауырларыма өмір қамқорлық көрсететіндей менде деңгей бола ма? Айтқан кезде авторитет бола ма? Сол кезде Фариза апа айтады, біздің осы уақытқа дейін жиған азын аулақ бет-беделіміз сендерге жарап жатса болды дейді. Мұхтар ағаның жанында жүрдім, Шахановтың. Мұхтар ағам айтады, сендердің баспалдақтарын бірінші баспалдағы оқып қалсақ жарайды бізге деп. Демек, қазақтың ақын жазушылары артындағы жас буынға осындай үлкен бонус береді, аванс береді. Оны ақтау керексің. Дұрыс дүние жазу керексің. Халықтың көңілінен шығатын, өзгеше ойлайтын жас бауыр қарындастарымызды көңілінен шығатын жақсы өлең жазу керексің. Сөйтіп тырысасың, бірақ енді оны бір сондай бір нәрсе жазайын деп жазбайсың, бірақ келеді енді жазасың енді. Қолынан келгені сол. Ол кейде біреуге ұнап жатады, біреуге ұнамай жатады. Ең бастысы әдебиетте, поэзияда ол шынайылық. Шынайылық деген не десем мен айтар едім. Шынайылықтың бір есімі Құдай.
Енді осы сол айтып отырып бірнеше сұрақ туды менде. Біріншіден осы өзіңіз айтып тұрсыз, осы аға буынның жалпы үлкен осы фариза апаларымыздың шарапатын, жақсылығын көрдік деп жатсыз ғой. Өзіңіз осы жастардың ортасында, осы жас ақын қаламгерлердің ортасында қаншалықты жиі жүресіз аға? шамам келгенше жүремін енді. Мысалы Алматыға барған кезде, Астанада бауырлармен өте жақсы тығыз қарым қатынастамын, жақсы бауырларым бар. Енді менде мынандай принцип, мен өлең жазған адамның бәрі маған бауыр. Өлең жазған адамның бәрі бауыр, бәрі туысқан. Сондықтан шамам келгенше қолдау көрсетемін. Әрине талантты жастарға көмектесемін, шамам келгенше, қолымнан келгенше. Қазір біздің менің өзімнің жаңағы құрылтайшысымын, мен Мәдениет портал деген портал бар, өзің білетін шығарсың. Білемін, сол Мәдениет порталының бас редакторы, қазақтың өте талантты ақыны Файзулла Төлтай деген бауырымыз. Сол жүргізіп жатыр. Өзінің командасы бар, жаңағы портал жүргізіп жатыр. Файзулламен қатарлас қаншама бауырлар, қарындастарым бар. Бәрімен үнемі хабарласып тұрамын. Батырхан бар, Файзулла бар, жаңағы. Үнемі сөйлесіп тұрамыз. Шамамыз келгенше, уақыт келгенше жаңағы. Сондай енді. Тағы мен әңгіменің басында айтып кеттім ғой, сол фаризалар секілді арттағы жаңа өсіп келе жатқан өте бір талантты ақын бауыр қарындастарыма бір көмегім тисе, ол мен үшін бақыт. Ол өйткені Фариза апаның маған көрсетіп кеткен жолы. Мен оны жалғастыруым керек. Эстафета сияқты. Әмин аға. Аға, енді екінші сұрағым, Құдай деп қалдыңыз ғой. Құдаймен өзіңіздің ара қатынасыңыз қалай? Жалпы өзіңіздің ойыңызша. Құдай екеуміз негізі былай жақсымыз, араласып тұрамыз. Жиі араласамыз. Өйткені менің әрбір сәтім, әрбір шыққан аузымдағы сөз ұлы жаратушыға аян. Бірақ мен осы дінге аса діндар емеспін, шынымды айтайын. Мен буддистер де, христиандар да, яхудилер де, исламды ұстанатын адамдарды да өте құрметпен қараймын, және оны дәстүр ретінде сыйлаймын. Бірақ жаратушы деген ол шексіздік қой. Ол туралы енді дін туралы мен аса айтқым келіп отырған жоқ. Өйткені оған қатысты өте көп сұрақтар көп. Оны бір бөлек тақырып. Бірақ мен жаратушыдан қорықпаймын негізі. Жаратушыны жақсы көремін, сүйемін. Осындай сөз бар ғой, мен Құдайдан қорықпаймын, мен Құдайды сүйемін деген сияқты. Шын мәнінде солай. Адам неғұрлым догмаларға түссе, соғұрлым Құдайдан алыстайды. Адам неғұрлым Құдайға қатысты сұрақтар көбейсе, соғұрлым жақындайды деп ойлаймын. Сондықтан біз Құдай екеуміз үнемі байланыстамыз деп ойлаймын енді. Догма деп әдемі айтып қалдыңыз аға. Осы қазақ жұрты қазір дінге бет бұрып келе жатыр ғой, мешіттер көбейіп дегендей. Дұрыс қой. Догмаға көп түсіп қалған жоқ қой осы қазақ жастары жалпы. Жалпы мен сізге айтайын, соңғы 10 жылда дін деген бір мода болып кетті. Кез келген қыз орамал тағып шыға келді, кез келген жас сақал өсірді. Мода да. Просто ол жерде, оның ішінде Құдай жоқ, оның ішінде жаратушы жоқ, просто мода бар. Ол жерде мораль бар. Құрғақ мораль. Сізге айтайын, мода болған жерде, құрғақ мораль болған кезде, догма болған жерде ешқашан Құдай болмайды. Ол жерде просто рухани стриптиз деңгейінде қалады. Шын айтсақ, дін деген руханият қой. Рухани стриптиз көрсетіп жүрген адамдар өте көп. Сол стриптиздің соншалықты жиіркеніштілігі, ол әкесіне, ол шешесіне, ол ағайын туысына қарсы бір әртүрлі билер көрсете бастады.
соған қараған кезде неге жаңағы абайдың өзі айтады ғой, анадан екі түрлі болып туады бала. Біреуі жаңағы білсем көрсем дейді, екіншісі жаңағы деген сияқты. Сол сияқты жаратушыға қатысты, дінге қатысты адамдардың сұрағы неғұрлым көп болса, өзінің ішіне ол соғұрлым жақын деп ойлаймын жаратқанға. Ал догмалық деңгейде болса, енді оны көзіміз көріп жүр, енді өте қасірет, өте қасірет. Осы тараптан, осы бағыт бойынша соңғы бір 3-4 жылда мемлекеттің тарапынан жақсы жұмыстар жүргізіліп жатыр. Дін істері агенттігі құрылды. Осы бағытта қатты насихат жұмыстар жүріп жатыр, оларды мен бағалаймын мемлекеттік деңгейде. Бірақ енді бұған 5 жыл бұрын емес, біз 15 жыл бұрын кірісуіміз керек еді. Қазір сақал өсірген сән, орамал таққан сән, я болмаса тағы да басқа намаз оқығанның өзі сән болып кетті. Білмеймін, мен оларды қабылдай алмаймын. Просто неге мен сақал өсіргім керек деген сұрақтың төңірегінде заманауи сұрақтар қоя алмайтын жастар көбейіп кетті. Сондықтан мен бұндай исламға үзілді-кесіліс қарсымын. Ислам ондай емес. Ислам деген менің ойымша ол бөлек. Олай керек. Менің ойымша менің 90-дағы апамның Құдай туралы танымына, түсінігіне кейбір мешіттердің имамдары жетпей жатады. Мен соны сезінемін просто. 90-ға келген апам бар. Сол кісімен сөйлескен кезде мен Құдай туралы мүлде басқаша ойлаймын. Ал біреудің асына, біреудің қырқына, біреудің өліміне барған кезде дастархан басынан шығып алып сөйлейтін молдаларды естіген кезде мен шын айтайын, жүйкем ауырады. Кәдімгі жүйкем ауырады. Соншалықты жаттанды, соншалықты өтірік. Сенбесеңіз, біреудің қырқына барған кезде тыңдаңызшы. Адам жеркенеді. Нәрселер айтады. Соншалықты заманның ағысынан қалып қойған. Біздің ислам бағытындағы мешіттер, жаңағы діни орталықтар заманауи жаңа контенттер дайындау керек. Енді ұят қой, енді Алла тағала деп бастайды, уже жүкең ауырады. Оны сен ютубтан да көріп аласың, ана жерден де, мына жерден де. Енді адамдар өзі қайғырып отырған кезде одан сайын бір догмалармен шаршатады. Сондай кезде шығып кетуді ыңғайсыз. Бірақ отырасың шыдап сол тыңдап. Сондықтан біздің діни басқарма жаңа контенттер жасау керек. Шал ақынның бір өлеңін талдап берсін. Бұқар жыраудың бір өлеңін талдап берсін сол жерде. Бірінші тілек тілеңіз бір Аллаға жазылысқа, екінші тілек тілеңіз ерші болып пасық залына тілін ербас басқа. Осыны талдап берсін. Бірінші тілек деген не, бір Алла деген не, ерші бол деген кім? Осыны талдап берсін. Тамаша. Негізі өте жақсы нәрсе айттыңыз, мен де қатты қосыламын осы нәрсеге. Өйткені тыңдап, көріп, естіп жатырмын. Кішкентайымыздан соны естіп келдік, көріп келдік. Сол осы пікіріңізге өте қатты қосыламын маған. Ана жердегі сұрақтарды оқи отырайық тағы бір өлеңіңіздің тарихын айтып өтсеңіз дейді мұнда. Негізі мен өлең тарихын айтуға мен өзім қарсымын негізі. Өлең жазылды, сонысымен құнды шығар деп ойлаймын. Негізі өлеңдер қалай жазылады деген сұраққа жауап беруге болады шығар осы сәтте. Өлең деген бір аян сияқты мен үшін. Бір өлең жазайын, осындай тақырыпта жазам, осындай бір тематиканы қозғайым деп, оны қағазға түртіп, бір тезис жасамаймын ешқашан. Өлең жазғым келеді, көңіл күйім соған бір ауат, тыныштық іздеймін, тек қана тыныштық. Көп уақыт енді 2-ден кейін сағат түнгі 2 мен 4-дің аралығында бір тыныштық болып, ешкім саған қоңырау шалмайды, ешкім сені мазаламайды, бір тыныш уақыт. Сол кезде жазамын өлеңдерді. Қолыма телефонды аламын, енді былай қағазбен жазмаймын, шынын айтайын. Телефон аламын, жаза бастаймын, бірақ
не жазатынын білмеймін, аяқтаған кезде енді өлең жазғанымды білемін. Сол енді. Ал енді сол жерде енді бір өлең тарихы деп, ой мен бір мына өлеңді мынандай кезде түн ортасында орнымнан атып тұрып шабытым келіп бүйтіп жазып салдым, ол жерде ана біреу әсер еттім. Жоқ, жоқ, ол жеке өзім құпия. Өйтіп айта алмаймын. Иә. Сондықтан өлеңнің тарихы деген дүниеге келіспеймін. Ол енді өлеңнің өзінде жатыр ғой бәрі. Бәрі өзінде жатыр, иә. Сол. Өлең жайлы білгің келсе, сол өлеңді оқып көр дейсіз ғой. Иә, сол өлеңді оқысын енді, иә. Түсінбей жатқан болса енді. Түсінікті. Сіз үшін қазіргі қоғамда ақынның миссиясы қалай деп Айнұр деген аруымыз сұрапты. Аға қатып қалдыңыз ғой. Ағамыз шығып кетті қазір. Күте тұрыңыздар. Бауыржан ағамыз қайтып қосамыз. Әлі қойылмаған сұрақтарымыз бар. Бауыржан аға, кірдіңіз бе? Кірсеңіз бір қол көтеріп жіберсеңіз, сізге запрос жіберейін. Қазір ағамыз қайта қосамыз. Ағамызға запрос жібердік қазір. Жалпы қалай, сұхбатымыз ұнап жатыр ма? Бір пікірлеріңізді білдіріп қойыңыз сіздерде. Қазір Бауыржан ағамыз сес ұстамай қалды ма деймін. Ой, тамаша, көп рахмет. Қазір Бауыржан ағамызға тағы бір запрос жіберейін. Бауыржан ағамыз қосылғанша қысқаша бір өлең оқи отырайын. Онда мен жан бауырым деген өлеңін енді кешімізді осы кісіге арнап жатырмыз ғой. Туғандай бір мөлдіреген тұмадан, жан бауырым қалжағдай қалжайымды сұраған, кітаптардан үй салар ем бес бұрыш, өлең жазу ұйқас болса құраған, көз алдымда ағып жатыр сағатым, есінейді ала түн, жан бауырым таусылғанша тәм тұзым, таусылмасын төзім сезім тағатым, ала түнде құл көсемдер сөйлейді, теледидар кіл шешендер сөйлейді, жөкірініп кербезденіп сөйлейді, күйсей берсін. Ей, мейлі, үміт үйі құлаған, обал ғана бір бұрышта жылаған,
өлім жайлы түс көреді шошынып, ой, бір адам, құл адам, жасай берсін жарық күн, ол да өзінің өтірігінен жалықты, неге айқайлайды аналар, дауысымен халықтың, жан бауырым, мөлдіреген жанарым, жүрегіңе ой көзімен қарадым, о дүниеден бұ дүниеге келгенмін, енді қайда барамын, енді қайда барамыз, депті Бауыржан ағамыз. Бауыржан ағамызды телефоны өшіп қалды ма екен, кіре алмай жатыр ау деймін. Ақын ағамызға тағы біраз сұрақтарым бар еді негізі. Тағы жіберіп көрейін. Негізі ағамыз туралы тағы бір ауыз айтып өтейін. Осы бір топ негізі қаламгерлер келді ғой қазақ әдебиетіне, осы 75 жылдан бері қарай, осы 80 жылғы кісілер. Ақберен Елгезек, Ерлан Жүніс, Бауыржан, осы Қарағызұлылар, өзінің айрықша қолтаңбасымен, Тоқтарәлі Таңжарық бар, Қалқаман ағаларымыз көп қой жалпы. Бірін айтып, бірін атамай кетпейін. Осы кісілердің бәрі жалпы керемет бір тобымен қазақ әдебиетіне жарық ете қалды. Сол кісілердің бірі осы Бауыржан ағамыз. Өлеңдерін оқымасаңыздар міндетті түрде оқыңыздар. Ал Бауыржан ағамыз қосылмады, ендеше эфирімізді осымен тәмамдаймыз ау деймін. Баршаңызға көп рахмет, сау саламатта, есендікте, амандықта жүздесе берейік.